Қайырлы күн достар, сіздермен Әсем. Бүгін үйде нан пісіреміз, яғни үй нанын. Керекті заттар оған жылы су, жылы сүт, ашытқы, күнбағыс майы және тұз. Он қажет. Ең алдымен ыдысқа суымызды, сүтімізді және ашытқымызды, күнбағыс майын және тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қасықпен және ұнымызды бірнеше бөлікке бөле отыра саламыз. Қасықпен араластырып, ұндарын шет-шетін жинаймыз. Жұмсақ қамыр болады. Қамырымызды қолымызбен жақсылап илейміз. Қамырымызды иіқанғанша жақсылап илейміз, өйткені иіқанған қамырдан нан өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын илеп, үстін жауып, жылы жерге көтерілуге қоямыз. Нанымыз тез көтеріледі. Осындай нан үй жағдайында жасаңыздар. Үйде нан піссе өте дәмді, берекелі болады. Қамырымыз осылай үлпілдек болып көтерілді. Осындай ашқан қамыр маған өте қатты ұнайды. Оны сеуіп, қамырымызды салып, енді нан жасаймыз. Қаласаңыздар, сіздер бір үлкен нан жасасаңыздар болады. Немесе екеу, ал мен бұл қамырдан 4 бөлікке бөліп, кішірек 4 нан жасаймын. Нандарымыздың шет-шетін жинаймыз. Одан кейін пергамент қағаз төселген ыдысқа нанымыз салып, бетін жауып 5 минутқа қоямыз. Нанымыз көтерілді. Енді қолымызбен ортасын басып шығамыз. Ортасын басып, тағы да қамырымызды 3 минутқа көтерілуге бетін жауып қоямыз. Қамырларыңызды осылай көтерсеңіздер, өте жұмсақ, дәмді болады. Енді көтерілген нанымыздың үстіне сүт жағып шығамыз. Сүт жақсаңыздар, нандарыңыз піскенде жылтыр әдемі болады. Және шанышқының көмегімен ортасын басып шығамыз. Және ортасына күнжіт дәндерін себеміз. Қызып тұрған 200 градус пешімізде 20 минут пісіреміз. Нанымыз піскен кезде ыстықтай үстіне сары май жағып шығамыз. Сары май жақсаңыздар, нандарыңыз жұмсақ, жылтыр, әдемі, дәмді болады. Осындай үй жағдайында дәмді нан жасаңыздар, иісі керемет, жұмсақ, үлпілдек, әсіресе балаларға өте қатты ұнайды. Үйге келген қонақтарыңызға да ерекше нанның иісі әсер етеді. Сіздер де осындай дәмді нан жасаңыздар. Менің каналыма комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.